Автомобиль өндірушілер бірқатар салықтан босатылса, көлік құралдарының салығын уақытылы төлемегендердің банктік шоттары бұғатталады. Мемлекеттік кірістер комитеті осындай ақпарат таратты. Салықты төлеудің шекті мерзімі 1 сәуірге дейін деп белгіленген. 4 сәуірден бастап тұрғындарға ескерту жіберіліпті. 30 күннің ішінде төлемегендерге салықтық бұйрық шығарылады. Осы құжаттың негізінде 26 мамырдан бастап борышкерлердің ісі сот орындаушыларына жіберілмек. Олар тиісінше мүліктер мен есеп шоттарын бұғаттайды. Онымен қоса қарыз үстінен тағы 25%-ын өз пайдасына өндіріп алады. 2023 жылғы 30 сәуірдегі жағдай бойынша 708 мың қазақстандықтардың 28,7 миллиард салық берешегі бар. Оның ішінде негізгі салық ол 27,4 миллиард көлік құралдарына тиісті. 1,3 миллиард мүлік салығы бойынша берешек.